Сәлеметсіздер ме балалар? Мен сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Қазір бізге дүниетану пән сабағы. Барлығымыз құралдарымызды, оқулықтарымызды дайындай қояйық. Дайын болсаңыздар, сабағымызға кірісейік. Үй тапсырмасын есімізге түсірейікші балалар. Алдыңғы сабақта менің туристік маршруттың тақырыбын өткен болатынбыз. Сол тақырып бойынша мына сұрақтарға жауап іздейік. Туристік маршрутты қалай жоспарлауға болады? Ол үшін сізге қандай құралдар қажет? Атап өтіңіздер балалар. Нені білуіміз керек? Жарайсыңдар балалар, ендеше жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тас дәуірінен ғарыш кемесіне дейін деп аталады. Оқу мақсаты 4-3-1-1 түрлі дерек көздер негізінде тарихи кезеңдердегі технологиялық прогресті анықтау. Ендеше жаңа сабағымызға кірісейік. Балалар, осы заманғы адамдарды тас дәуірінде өмір сүрген адамдармен салыстырып айтып көріңіздерші. Ол кездің адамдар қалай өмір сүріп еді? Қазіргі кездің адамдары қалай өмір сүруде? Екеуінің ортасында айырмашылық бар ма? Ежелгі адамдардың қолынан не келді? Қандай жұмыстарды атқарды олар? Қазіргі адамдардың еңбегі қалай атқарылады? Қазіргі адамдар қалай жұмыс жасайды? Міне балалар, тас дәуірінде өмір сүрген адамдар мен қазіргі заманда өмір сүрген адамдардың арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Олардың арасындағы айырмашылықта көптеген өзгерістер болғанын өздеріңіз байқап отырсыздар. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымыз осы тақырыпқа байланысты. Яғни адам баласының білімге деген ұмтылысы, ізденісі мен тынымсыз еңбегінің арқасында прогресс дамиды. Прогресс деп отқанымыз балалар, алға ұмтылу, дамудың жоғарғы сатысына көтерілу. Яғни біз қазіргі заманда сол дамудың жоғарғы сатысына көтеріліп келеміз. Енді мына суретке назар аударайық. Ең бірінші суретті қарасаңыздар, ауыл шаруашылығында еңбек құралдарының дамуы қалай жүрген? Міне, тас дәуірінен қазіргі заман дәуіріне дейін даму прогрессі осы суретте анық байқалған. Адам баласының білімге деген ұмтылысы, ізденісі мен тынымсыз еңбегінің арқасында осындай прогрестер дамып келеді. Тас дәуірінде қарабайыр тас балталардың орнын қазір кремний пышақтар мен темір балталар алмастырғанға дейін қаншама жылдар өтті десеңші. Адам баласы бірнеше ғасырды артқа тастағаннан кейін жаңа еңбек құралдарын қола мен темірден жасай бастады. Шаруалар ұзақ уақыт бойы жерді кетпенмен қопсытқан. Одан кейін адамдар ат жегетін темір соқаны ойлап тапты. Доңғалақты соқаны қуатты тракторлер тартты. Адам баласының өмірі жеңілдеді. Егіс алқаптың көлемі артты. Егістіктен мол астық жиналды. Бұл адамдарды аштық қаупінен құтқарды. Өндірістің өзге саласында да алға басу байқалды. Адамзат енді аспанға ұшуды армандады. Ол үшін
ұшатын аппараттар қажет екенін түсінді. Екінші суреттен байқап отырғаныңыздай балдар, ең алғашқы ұшақты америкалық ағайынды Райттар жасап шығарды. Олардың ұшағы 1903 жылы әуеге көтерілді. Содан кейін әрі қарай Бірінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ұшақ пайдаланды. Бұл 1915 жылдан бастап жүзеге асты. Одан кейін 1975 жылы дыбыстан жылдам ұшатын Ту-144 ұшағы пайда болды. Бертін келе 2019 жылдан бастап Air Астана компаниясының Boeing 757 ұшағы пайдалануда. 20 ғасырдың ортасында ғарыш дәуірі басталды. Жер орбитасында ғарыш станциялары ашылды. Онда әр елдің ғарышкерлері жұмыс істейді. Міне, осылайша адам баласы тас дәуірінен ғарыш әлеміне дейін кезеңнен өтті. 2015 жылы Союз ғарыш кемесі ұшырылды. Одан кейін Мир орбиталық ғарыш станциясы пайда болды. 20 ғасырдың басында компьютер туралы ешкім білмейтін. Ал бүгін барлық жұмыс компьютермен атқарылады. Тіпті сіз бен біздің қазіргі қарым-қатынас жасап отқанымыз осы компьютердің арқасында. Ол өткен ғасырдың ортасында ғана пайда болды. Қысқа мерзім ішінде компьютер орасан зор жетістікке жетті. Қазір елімізді, өмірімізді компьютерсіз елестету мүмкін емес. Суреттерге қарап, компьютерлік технология саласындағы прогресті көріңдер. Алғашқы компьютердің көлемі өте үлкен әрі тұтас залда орналасатын. Бұл 1946-1960 жылдар арасында қолданылады. Әрі қарай прогресс жайлап дамы бастады, компьютердің екінші сатысын шағын, сондай-ақ көптеген есептеу операцияларын орындайтын шығарды. Бұлар 1960-1969 жылдан бастап аралығында осындай компьютермен жұмыс атқарды. Енді балалар, одан кейін дамып, әрі қарай адам баласы прогресс бойынша алға қарай дамып, компьютердің үшінші сатысы бұрынғыларға қарағанда жылдан бері ықшамдау болып келеді. Бұл 1970-1979 жылдары арасында пайдаланды. Ал 1980 жылдан бастап компьютерлердің төртінші сатысы қолданысқа енді. Жеке компьютерлер дәуірі басталды. Компьютерлер әр үйде кез келген кеңседе орын алды. Қазіргі кезде техникалық прогресс көз ілеспейтін жылдамдықпен дамып келеді. Ал қазіргі кезде әрі прогресс дамып, адамдардың көпшілігі ноутбук арқылы жұмыс жасауға көшіп жатыр. Берілген мәтін сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздерге көптеген мағлұмат берілді. Ендеше осы мағлұмат арқылы дәптеріміздің 61-ші бетіндегі тапсырмаларды орындауға кірісейік. Барлығымыз дәптерімізді ашып, жұмысқа кірісеміз. Қазір бізде жазылым болады. Дұрыс жауаптың жанына мына белгіні қоямыз. 20 ғасырдың басында әлі дүниеге келмеген техника қайсысы? Екінші сұрақ, 20 ғасырда пайда болған жаңа мамандық. Үшінші сұрақ, 21 ғасырда ғана ойлап тапқан техника. Жарайды балалар, белгілеп болсаңыз, келесі тапсырмаға көшеміз. Тапсырмасы, барлығыңыз суретті көріп тұрсыздар. 20 ғасырдың басында әлі пайда болмаған заттың жанындағы дөңгелекті қызыл түске бояймыз.
Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамыз біздің кесте. Яғни, мына кестені толтырамыз. Интернеттің артықшылығы мен кемшілігі туралы өзіңіздің ойыңызды мына кестеге түсіреміз. Қосу жағына артықшылығын жазамыз, азайту жағына немесе алу жағына интернеттің кемшілігін жазамыз. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі, балалар. Орындап болсаңыз, әрі қарай тапсырмамызға кірісеміз. Енді балалар, маған мына сұраққа жауап беріңіздер. Осы заманғы техника адамның өмірін жеңілдете ме, әлде қиындата ма? Егер жеңілдетсе, қай жағынан жеңілдетіп жатыр? Қандай қиындықтар болып жатыр? Жарайды, мен сіздердің ойларыңызға толық келісемін. Ал алдағы уақытта 50 жылдың ішінде қандай өнертабыстар не келуі мүмкін деп ойлайсыз? Жарайды, балалар. Ендеше бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындыладық. Әрі қарай үйге тапсырмалы қойыңыздар. Жұмыс дәптеріндегі 60-шы бет С тапсырмасын орындаймыз және бүгінгі өтілген мәтінді оқып мазмұндаймыз. Көріскенше оқушылар, сау саламатта болыңыздар.